Сәлем қыздар, бүгін сіздермен немістің дәстүрлі тәттілерінің сұйық маймен майлап және қамырдың астын кішкене майлап, қамырдың астынан осылай тарта бастаймыз. Қолымыз майланған және қамырдың асты майланған және қамырдың құрамында уксус болғаннан кейін қамыр жыртылып кетпей осылай тартылады. Алдымен ортасын, кейін біртіндеп шет-шетін осылай біртіндеп қолмен тартып шығамыз. Қыздар, қамырды осылай өте жұқа етіп тартып шықтық қолменен. Енді шет-шеттері кішкене қалыңдау болып тұр. Шет-шеттерінде тура осылай қолменен тартып шығамыз. Тағы айта кетейін, менің қолым майлап тұрып жатырмын арасында және қамырдың асты да май. Сол себептен де қамыр жыртылып кетпей жақсы тартылып жатыр. Қыздар, матада тұрған жері осылай еш жабыспай тұр, мына тақтайда тұрған жері кішкене алыну қиын. Қамырды мен екіге бөліп аламын, өйткені менің противнім размер үлкен емес. Екіге бөліп салып пісіретін болам. Енді жаңағы жасаған начинкамызды осылай қойып шығамын, екі қамырға да бірдей қылып. Және начинкадан кішкене алып қалам, өйткені бізге даништың ортасына қоюға қажет болады. Қамырдың бетіне осылай сармай жағып, қамырды біртіндеп ораймыз қазір.
қамыр өте жұқа болғандықтан қолмен орау кішкене қиындау болады. Сол себептен осылай матаның көмегіменен орап шығамыз. Қыздар, противенің бетіне пергамент төсеп, штрудельді сонда қойып 160 градуста пісіретін боламыз. Бірақ қазір алдымен бетіне смазкасын жағып аламыз. Смазканың рецептін астына қалдырамын. Біздің круассанға жаққан смазкамызда тура осы рецептпен жасалынған смазка болатын. Және бетін зубочисткамен немесе шпажкамен осылай тесіп шығамыз. Қыздар, осылай штрудельмен де пісіп шықты. Шамаменен 15-20 минут уақытта 160 градуста пісті. Енді өздеріңіздің қалауыңыз бойынша бетіне оформление жасай берсеңіздер болады. Крем чизбен жасалған креммен оформление жасауға да болады, немесе мен сияқты сахарный пудра істеуіп қойсаңыз да болады.